Көрші еркектен қорқып көшіп кеттім. Тумайтын қатынсың деп әйелін күнде ұрып-соға береді екен. Болған оқиға. Астананың шет жағындағы пәтерімді сатып, орталыққа жұмысыма жақындау жерден 2 бөлмелі пәтер алғанда қызым екеуміз қатты қуандық. Бұрын қызымды мектепке, одан кейін үйірмелерге тасу қиын еді. Таңертең шығып кеткен үйімізге кешке сілеміз қатып әрең жетуші едік. Енді өзім барып келе берем деп қызым қуанып еді. Бірақ біздің қуанышымыз ұзаққа созылмады. Біздің үй 3-ші қабатта. Жұмыс басты болғасын көшелердің көбісін тани бермейміз. Бірақ жоғары қабаттағы көшелер біздің есімізде мәңгі сақталып қалды. Олай деуме көшімнің тиран күйеуінің қорқынышты әрекеттері себеп болып отыр. Есік алдына кездесіп қалып жүргенде олар маған бақытты болып көрінеді. Менімен де түзу сәлемдесіп, әйел тіпті шелпек пісіріп үйіме әкеп берген. Қызыма бір демалыста көшелерді шайға шақырып танысып алайық деп айтып жүргем. Бірақ бір күні жоғарыдағы көшелердің үйінен гүрс еткен қатты дауыс естілді. Бірдеңені төбеден тастап жібергенде селк ете қалдық. Дыбыс шықса елеңдеп тыңдайтын әдетіміз ғой. Не болды екен деп үнсіз тыңдап қалып ем, әйелдің зарлы үні естілді. Ойбай, мынау мені өлтіреді, құтқарыңдар деп айқай салып жатқанын қызымда айтты. Арсың-гүрсің жүріс, қираған адыстардың дауысы. Қысқасы, сол түні түн ұйқым 4 бөлінді. Барып келіншекке жәрдем берерімді де, бермесімді де білмей қалдым. Ертеңіне кешкісін жұмыстан келе жатып көрші келіншекті аулада кездестіріп қалдым. Сендерде бәрі дұрыс па? Кеше бірдеңе құлағандай болды деп едім, ештеңе болмағандай кейіп танытты. Бірақ білегінің қап-қара боп көгеріп кеткенін көрдім. Жеке өмірі ғой деп ары қарай қазбаламадым. Арада 2-3 күн өткенде алдыңғы жағдай тағы да қайталанды. Ойпырмай-ай, өлтіріп қояр ма екен деп ары-бері теңселіп біраз жүрдім. Бір уақытта есік сынып кетердей қатты жабылды да, боқтап аузына келгенді айтып көрші жігіт төменге түсіп кетті. Әйелдің дауысы өшкен, тықыр еткен дыбыс естілмейді. 10 минуттай отырдым да, болмағасын көрейінші деп жоғарыға көтерілсем, есіктің аузында қанға боялып көрші келіншек жатыр. Шаштары жұлынған, бет-аузының сау тамтығы жоқ. Қорқып кетіп, дереу жедел жәрдем мен полиция шақырдым. Өмірімде еркек пен әйелдің төбелесін көрмеген басым, мына көріністен сасып қалдым. Келген дәрігерлер дереу көршімді ауруханаға алып кетті. Ал мен көргенім мен естігенімді полицияға айтып бердім. Ертеңіне азанда жұмысымнан сұранып ыстық сорпамды алып ауруханаға бардым. Есін жиған көршім жылап отырып өз жағдайын айтып берді. Әпке, біздің өмірімізге араласып бекер қылдыңыз. Енді ол сізге де тыныштық бермейді. Ол сондай жауыз адам, ашуына тап кетсең, әкем шешем демейді, қырып жібере салады, деді ол. Біздің үйленгенімізге 4 жыл болды. Арамызда бала жоқ. Соның күйігінен ішеді. Ішіп келген күні маған тыныштық жоқ. Сен қатын тумайсың, сенен ит жақсы, жыл сайын күшіктейтін деп төмпештей береді. Негізінде тумай жүргенмен мен кінәлі емеспін. Үйленгенімізге 2 жыл толғанда әке-шешем дәрігерлерге де, тәуіптерге де әбден қаратып емдеткен. Балалы болуға әбден дайынсыз деп шығарып салған. Былтыр күйеуіме 2 ай жалынып жүріп дәрігерге ертіп апарғам. Керісінше оның жағдайы төмен екен. Дәрігерлер оттай береді деп сенбей, емделмей қоя салды. Ажырасып кете салайын десем, жақсы көріп тиген күйеуімді қимаймын. Ол басында мұндай емес еді. Бала көтере алмай жүргеніме күйініп бір әйелмен шатысыпты. Өзін тексеріп көргісі келген екен. Онысы әркімнен қалған жеңіл жүрісті біреу ме, менің аяғым ауыр деп сүйіншілепті. Соны естігелі жын ұрғандай маған келіп тиісе береді. Бәленің бәрі сенен, анау қатын көтердім деп отыр. Осыдан тусын, ДНК жасатам. Менің балам боп шықса, онда сені өлтірем деп қорқыта береді. Көршімнің әңгімесінен кейін күйеуіммен сөйлесуге бел будым. Өзімше әпкелік ақылымды айтып, жігітті сабырға шақырам деп ойлағам ғой. Әйелі күйеуінің үстінен арыз жазбайтынын айтып, полициямен өзара келіскен бе, қамалмапты. Үйіне барып ем, есікті өзі ашты. Інім, сенің істеп жүргенің дұрыс емес. Кеше әйеліңді мен тауып алмағанда жағдайың не боларын ойладың ба? Деп бастағаным сол. Көрші жігіт жағамнан алды да, сенбе-менттерге тоқылдаған, неге араласасың біздің өмірімізге деп есігінен итеріп шығарып жіберді. Қорқып, үйіме қалай келгенімді де білмеймін. Әлгі жігіт бүкіл подъезге естірте. Ендігі ісім сенімен болсын. Бізді аңдығанның қандай болатынын көрсетем саған деп доқ көрсетті.
Содан кейін көршілерден аулақ жүретін болдым. Бірақ кек сақтаған еркек есігіме тыныштық бермеді. Ішіп келген күні өтіп бара жатып теуіп, жұдырығымен ұрып кетеді. Қоқыс тастауға шығады да жол-жөнекей қоқысын менің есігімнің алдына шаша салады. Таптардай жігіт қой, бірақ істеген тірліктері баланікіндей. Өзімен сөйлесуге жүрегім шайлығып қалған. Күйеуінің мына тірлігі не енді деп әйеліне айтсам, кешірім сұрап қоқысты жинап алады. Бірақ есуас күйеу жұмыстан қайтып келе жатқан мені көшеден күтіп алды да: «Сен қатын, мына жерден көшесің. Тез арада көзіме күйік болмай кет. Әйтпесе не істейтініме жауап бере алмайым. Көзіме қан көрініп жатыр», деп жұлқылады. Шошығаным соншалық қызымды алдым да сол күні сіңілімнің үйіне кетіп қалдым. Полицияға айтсам, одан бетер ерегістіріп алатыным анық. Ең тынышы үйді сатып басқа жаққа көшу болды. Бәледен машайықта қашыпты демекші, басымның аманында қызыма қауіп төнбей тұрғанда кетейін деп шештім. Содан дереу таныс мамандарға айтып жүріп, үйімді сатып алған бағасына бере салдым. Ал ішіне жасатқан жап-жаңа ремонтымның ақысы сол күйі қалды. Қазір сол әйелді жиі еске алам. Тиран күйеуінен кетті ме екен, әлде тоқпағына шыдап жүр ме? Әлгі көңілдесі баланы өмірге әкелсе, күйеуі белсіздігін мойындап, әйелінен кешірім сұраған шығар, бәлкім. Қалай болғанда да өзін ұрып соғатын еркектен ертерек құтылу керек. Ондай адамның өзгеруі екі талай.